Екі аяқтылардың ерсі қылықтарында шек жоқ. Тек тұр! Баяндағы рұқсат етіңіз, полковник. Барлаушылардан хабар келді. Жау теріскейге бет алыпты. Темір жол басшысы алаңдап отыр, мырза. Қосымша күзет қоюды өтінді. Қанша күн болды, сержант? Кешіріңіз? Асауды айтам. Байланып тұрғанына қанша күн болды? 3 күн болды, мырза. Жақсы. Қамшы мен өкшелігімді дайындаңдар. Ха! Ха! Жа! Сабаңа түспесін күштеп түсіреміз. Ха! Жа! Ха! Ха! Қой енді жануарым. Қане. Көрдіңіздер ме, мырзалар? Кез келген аттың мысын басуға болады. Қане, жануарым. Вашингтондағы бәзбіреулер батыста тәртіп орнату мүмкін емес деп санайды. Небраска аумағында ешқашан темір жол сала алмаймыз дейді. Қаскөй Лакота тайпасы ешқашан тізе бүкпейді деп ойлайды. Бұлай таяз ойлайтындар, мына асауатты да үйрету мүмкін емес дер еді. Темірдей тәртіп, уақыт пен шыдамдылық негізін қалайтын осы үшеуі. Кей кезде ат, нағыз ат сияқты әрекет етуі тиіс. Асау? Бұл дәл сондай сәт болады. Масқара! Мырза! Ал керек болса. Мырза! Тарт қолыңды. Сарбаз, мына жабай атты байла. Лайтер! Chicken!
Сол кезде не болғанын аңғарып үлгермедім. Тоқтап сұрауға да зауқым соқпады. Бар білетінім, туған жеріме шауып бара жаттым.